Адам баласының есінде ерекше сақталып, үлкен өмірге дайындайтын білім ордасы мектеп. Бала үшін қызығы мен шыжығы мол күндер осы мектеп қабырғасында өтеді. Және білім нәрімен сусындатып, алғаш қолға қалам ұстатып, үлкен өмірге дайындаған ұстаз мәңгілік есте қалары сөзсіз. Тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерге әліппені жаттаттыратын жанның бірі Оксана Козловская. Оксана бала кезінен ұстаз болуды армандапты. Вы знаете, наверное, всегда хотела с детства. Сажала кукол, писала, давала им задания. Сіз білесіз бе, мен ұстаз болуды бала кезімнен армандадым. Қуыршақтарды тізіп отырғызып, оларға тапсырма беріп, өзімше тексеретінмін. Басқа мамандыққа деген қызығушылық ешқашан болмапты. Ұстаз мамандығын таңдауыма себепкер болғандардың бірі туғандарым. Олар маған үнемі сен мұғалімге ұқсайсың деп мақтайтын еді. Өздерінің кәсіби мерекесін кез келген ұстаз асыға күтеді. Себебі бұл күні ол жүріп өткен жолындағы істеген еңбектерін саралап, алғашқы жұмыс күнін еске алады, болашаққа жоспар құрады. Для меня день учителя начинается с 6 утра. Мен үшін ұстаз ретінде күн таңғы сағат 6-да басталады. Мереке қарсаңында ұйқыдан оянған сәтте есікті тырсылдатқан дыбыс естіледі. Ашып қарасам, алдымда үлкен алқызыл раушан гүлі тұрады. Осы гүлге қарап отырып, өзіңнің мамандығыңның қаншалықты маңызды екенін және сені оқушыларың қалай бағалайтынын сезінуге болады. Балалар мектеп табалдырығын алғаш аттаған уақытта ұстаз тарапынан қиын уақытта көмектесе білетін және қажетті уақытта қолдау көрсетуге әрқашан дайын қамқоршы екінші ананы табады. Оксана Михайловна үшін мұғалімдердің кәсіби мерекесі әлемдегі маңызды мерекелердің бірі. Так думаю, что он нужен, потому что если сравнивать... Менің ойымша бұл мерекені атап өткен дұрыс. Себебі кез келген өскелең ұрпақ өздеріне алғаш жазып сызуды үйреткен жанды дәл осы мереке қарсаңында еске алады. Тіпті жылына бір жол ғана тойланса да бұл мерекенің маңызы өте зор. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуда. Мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ септесуге болады деген Мағжан Жұмабаевтың сөзін негізге алсақ, ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері. Қоғам, халық өзінің болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Олар зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан тұлғаларды, жалпы адамзатты тәрбиелейді.